14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Мына жынды өлемін дейді. Неге? Білмеймін, соңынан қалмайды. Есі дұрыс емес қой деп. Енді берген сыйлығын алдың. Бірнеше рет кездестің. Жақсы көріп қалған шығар енді. Жақсы көрсе не істейін енді? Өмір бойы бір ғана жігітпен жүреді ғой дейсің. Алла, сен қызықсың. Түбінде бәрібір бір жігітпен өмір сүресің. Кеуден кеуге секіріп жүрмейтін шығарсың. Әлгі инстаграмдағы тақтапайлар болса. Қойшы. Өмір өзімді көп бір-ақ рет беріледі. Бір ғана жігітпен жүру, бір ғана жігітке тұрмысқа шығу, бұл орта ғасырлық түсінік. Қазір заман басқа, әйел адам не істеймін десе де өзі біледі. Заман басқа емес, Алла. Сен басқасың. Сен жаман өзгеріп кетіпсің. Инстаграмдағы жұлдыздардың сөзін ере берме. Түбінде саған ешқайсысы келіп көмектеспейді. Осы сен кемпір сияқты сөзіңді өтпейді ондай понятие қазір. Өмірде бәрін көру керек. Керек болса, 2-3 жігіт запаста ұстау керек. Масқара. Нейді olsun Алла. Айдар жақсы жігіт. Соның өліміне себепші болып қалып жүрмерді. Өз-өзіне суицид жасап жүрмесін. Ассалаумағалейкум ағайын. Жалпы мәлімет бойынша жылына әлемде 800 мың адам өз-өзіне қол салады екен. Яғни әрбір 40 секунд сайын бір кісі жарық дүниені тәрк етіп кете барады. Неткен қасіретті мәлімет десеңізші. Ендеше осы суицид дейтін нәубеттің сан түрлі себебі бар. Біреу қарызға батады, біреу ауыр дертті көтере алмайды. Ал біреу махаббаттың күйігіне шыдай алмай жатадымыз. Тәйірі сол да сөз болып па дерсіз? Иә, өзегі берік, ұстыны қатты жанға махаббаттың күйігі деген сөз күлкілі. Алайда арамызда әлсіз, боргемік және өмірдегі болмашы сәтсіздікке сынып кететін жандардың барын ұмытпауымыз керек. Ендеше бүгінгі тақырып осы махаббаттың күйігі. Ай, балам, жүр тамақ ішеміз. Айдар деймін. Үй, балам. Ай, не болды? Соңғы кезде түк көңіл күйің жоқ қой. Анау әніңді кешке дейін тыңдайсың да жатасың. Не болды саған? Ештеңе. Әлгі университетіңде не жаңалық бар? Ой, мам, құрсыншы. Оқымаймын. Ей, оқымаймын деген несі? Балам-ау, оқымасаң кім боласың? Мама, осыны әңгімеңіз қойыңызшы. Мен шаршадым. Бәріне шаршадым. Өлгім келеді. Мен өлем. Жас болған соң сезім болмай тұрмайды. Бірақ тым сезімталдық ер адам үшін оғаш емес пе? Қазіргі жастардың жылауық ән тыңдауы да романтикаға әсіре берілудің салдары болуы мүмкін. Кезіндегі бір түнде 8 қызды алып қашқан бабаларымыздың адуынды рухы қайда? Мысалы, біз сөз өткелі отырған мына отбасыға қарайықшы. Бұлар нендей адамдар? Айдар кім? Анасы ше? Отбасының айбары әке қайда? Әкең сенің оңбаған адам. Қазір еркектің оңғаны бар деп бедің? Егер жаны ашитын болса, осы уақытқа дейін келіп жағдайыңды сұрамай ма? Өзім тәрбиелеп, өзім өсірдім, өзім жеткіздім. Әкеңнің атын аузыма да алғым келмейді. Ол болған емес. Болмайды да.
есіңде болсын. Байқағанымыздай, ер баланың боргемік, моралі әлсіз, шарт етпет залақ болуының бір себебі әкесіз өсуі. Бірақ бұл жалпыға айтылған сөз емес. Бәрі сондай дегеннен аулақпыз. Отбасындағы әкенің айбынын сезбей өскен бала бірыңғай ананың тәрбиесімен қалыптасып, кей проблеманың шешу жолында әдеттен тыс тануы мүмкін ғой. Солай емес пе? Айдардың өмірден шаршадым деуі, махаббаттың күйігіне шыдай алмай өлем деп әлек салуы ер жігітке жарасатын қылық па? Әрине жоқ. Жалпы махаббат келеді кетеді, ал әрдайым тамақ ішу керек деген сөз бар. Мұндай жағдайда мәселеге жан-жақты қарау керек. Жақсы делік, өмірде бәрін көру керек деп отырған әлгі қызға үйленіп тұрмыс құрдыңыз. Біріншіден ол салақ болып шықса ше. Сол группаластарымызбен жиналдық, кабаре деген жерге бардық. От души билет қой, қазір есік қағып жатыр, аш жіберейін. Өздеріңізде не жаңалық? Бағалары да жақсы, атмосферасы да жақсы. Мен кірпігім бар. Бұл менің кірпіктерім наращивание ғой. Салон жақсы жер, мастер да жақсы. Дирекке жазып жіберемін, сізге қаласаңыз маған жазып жіберіңіз. Сол, құрметті достар, енді тікелей эфирге тек кешке шығатын боламын. Айтпақшы, жақында марафон ұйымдастырамын. Барлық ережелерді дұрыс орындасаңыздар жеңімпаз боласыздар. Күтіңіздер, дайындалыңыздар. Көп күттірмеймін. Мен де сіздерді жақсы көремін. Целую вас, люблю вас. Давайте, пока-пока. Жақсы, салақ болмай-ақ қойсын. Мінезі жаман, айналамен сыйыспайтын шайпа болып шықса ше. Өзге түгілі өз анаңның бетінен алып, шапылдап, сөзге тоқтамайтын арсыз келін болып шықса, терезенің алдында гүл иіскеп тапқан ғашығыңыздан бір күнде жеріп кетпейсіз бе? Кетем дедім, болды, кетем мен. Ешкім де мен тоқтата алмайды. Үйшіна дейді ғой. Мен бұл үйге құл болу үшін келген жоқпын. Тамақты да өзіңіз істеңіз, үйді де өзіңіз жинаңыз, түсіндіңіз ба? Шаймай қыз деп ойлап жүрген шығарсыздар. Білесіздер ма? Менің инстаграмда 50.000 подписчигім бар. Мен сіздерге жай қыз емеспін. Мен жұртшылық таниды. Болды, кетемін. Сау болыңыздар. Ұрыстың түрі көп қой енді. Біз мұны жай бір мысал ретінде алдық. Біздің кейіпкердің іс-әрекеті мен әдеті әлеуметтік желіге тым байланғанын байқадық. Ал инста әлемде негізгі пікір қандай? Ешкімді тыңдама. Бұрынғы шектеу дегенді ысырып қою керек, қазір ашылатын кезең. Инстаграм, әлеуметтік желілерді қолдай отырып, тек қана өзіңді барлық жан-жақты көрсету керек. Не істесең де өзің білу керексің. Біреуден ақыл сұрамай-ақ қой. Ұят болады деген сөз, маған меніңше ол басқалардың сөздерін тыңдамау керек деп ойлаймын. Қазіргі жаңа кезеңдерде ешқандай шектеу жоқ. Не істегісі келеді, не қалайды, соның бәрін ашық көрсете алады. Өзім қалайды, сіздердің шаруаларыңыз қанша. Кіл осындай менмендік пен тәкаппарлыққа шақыратын посттар, фотолар. Мұны көріп жүрген қыз кейін бойын ашу билегенде әлгіндей сөздер айтуы әбден мүмкін. Менің инстаграмда 50.000 подписчигім бар. Мен сіздерге жай қыз емеспін. Сонымен өмірде түрлі жайттар бар. Сонша жыл жүріп, сонша мәрте соңынан қалмай үйленіп алып, болмашы кекілжінге бола ажыраса салатындарды да білеміз. Болмаса жаңа ғана мысал қылғанымыздай, сүйіп алғаным сүйрен деген сұмырай болып шықты дегендерді де көргенбіз. Демек, адам әсіресе ер жігіт қол жете алмаған қыз үшін жанынан, жақынынан безіп, өмірден баз кешуіне болмайды екен.
Махаббат дейсіздер ме? Білмеймін. Бір кездері бізде ғашық болдық енді. Осы қыз болмаса, осы қызға қол жеткізбесем, ешқашан үйленбеймін деген кездер де болды. Бірақ уақыт өте келе оның бәрін көресің, салыстырып көресің, бәріне салқын қандылықпен, ақыл таразысынан өткізіп ойланып көресің, сөйтсең, махаббат бар. Бірақ мейірім болу керек. Мейірім болмаған жерде оның бәрі бос нәрсе. Уақыт өте келе қол жеткізе алмаған қызыңды тағы да ойлап есіңе түскен кезде мынандай бір ойға келеді екенсің. Сол кезде махаббат деп жүргенің жай лап еткен көрсе қызарлық болып шығады. Сондықтан айтарым, жігіттер сезімге аса қатты берілудің қажеті жоқ шығар деп ойлаймын. Әрине, жақсы көр, сыйла. Бірақ ер адам болып қалу керек. Адам баласы неге болса да төзе алады. Ал енді қыз үшін өмірмен қош айтысып, өз-өзіме қол салам деу, ол әлсіздердің әңгімесі. Ақымақ адамдардың ойы деп ойлаймын. Сол түсе береді екен бір ая, сонысы жаман екен. Алла, маған сенен басқа ешкім керек емес. Мен өлем егер де сен маған я демесең, Алла, мен тыныш. Айдар, тынышталшы. Сен есің дұрыс па, Айдар? Мен жігітім бар. Айтпайын бізімге қоймай қойдың ғой. Жігітім бар? Қалай сонда? Айдар, солай. Енді маған болды, жазба да, звондамады. Мен сені инстаграмда блокировать етіп тастадым. Менің 3 айдан бері жігітім бар, Айдар. Екеуміз 2 апта бұрын ғана киноға бардық емес пе? Алла, сен неге мені алдайсың, а? Алдайсың? Айдар, мен сені алдаған жоқпын. Сен өзің мені киноға шақырған. Сен сонда бір сәтте 2 жігітпен кездесіп жүре бересің бе? Алла? Онда сен шаруан болмасын. Менің өміріме араласпа, болды. Алла! Алла! Біз көбіне махаббаттағы сәтсіздікке бір жақты қараймыз ғой. Қызды арбап қолына түсіріп, кейін тастап кеткен жігіт. Бір сәтте бірнеше қыздың басын айналдырып, түбінде бәріне опық жегізіп кеткен қулар жайлы айтылып та жазылып та жатыр. Бірақ біздің қоғамдағы осындай қыздардың да жайы айтылуы тиіс. Бір сәтте бірнеше жігітке қатар үміт сыйлап, онысын дұрыс әрекет санайтын бұрымдылар қайдан шықты? Қалыпты отбасы қарапайым жандардың тәрбиесімен өсіп жетіледі делік. Алайда қазіргі әлеуметтік желіде түрлі кино сериалдарда қыз баланы мәдени жезөкше болуға шақыратын жаман үлгілерге куә болудамыз. Рас қой, әйелге күйеуінің көзіне шөп салуға болады дейтін мысалды көрдік. Ұятсыз әрекеті жайлы жер жаһанның алдында қымсынбай ашық айтатын мысалдар орын алып жатыр. Қызыма ашық бол, қалағаныңды істе деп айттым деген қорқынышты аналарды да естіп жүрміз. Демек, 24 сағат осындай жаман үлгілерге сусындап өскен қыз бара-бара отбасылық құндылыққа, қазақы тәрбиеге бейжай қарап, алдамшы үндеулердің арбауына түсіп қалуы әбден мүмкін. Соңында өмірден таяқ жеп, ешкімге керексіз болып қалатын да өзі. Алуа, құрбым, сен нақты шешім қабылдап ал. Қазір Айдарға жоқ дедің. Ал кеше Серікпен сөйлесіп жүрдің. Енді келіп Болатпен кездесем дейсің. Бір күні бір пәлеге жолығасың ғой. Мақпал, сен-ақ проблема айтады да жүреді екенсің. Өмір бір-ақ рет беріледі ғой, қызықтың бәрін көріп алу керек. Анаң мен әкем біліп қойса қайтесің, ұят емес па? Біле берсін, мен өзіме жауап бере аламын. Сен әбден есірдің. Бұның дұрыс емес сені. Байқашы әйтеуір. Қоя тұршы, Мақпал, қарашынан. Мына кісінің өміріне қатты қызығам ше. Өмірі жалт-жұлт қой, круто ғой, қарашы. Қайдан білесің бұны? Бұл бергі жағышар, шын өмірін білмейсің. Сырты бүтін, іші түтін жанның нағыз өзі болып шықса қайтесің? Жоқ, оның өмірі дәл осындай. Ол ешкімнің ойынан қорықпайды. Не істесе де өзі біледі. Иә, біледі. Білгені сол ма? Бүкіл елдің қыздарына не үлгі көрсетіп жүр. Үлкендерді, адамдарды сыйлауды білмейді. Осы саған не ұнайды соның? Бас ешкімге ұқсамайды ғой. Соны ұнайды маған.
Қазір ешкімге ұқсамау деген дүние бар. Әрине ешкімге ұқсамайтын тәрбиелі, ешкімге ұқсамайтын білімді, елден ерек парасатты болса еді. Өкінішке орай керісінше ешкімге ұқсамайтын ұятсыз, ешкімге ұқсамайтын көкбет, қоғамның пікірін елемейтін тәкаппар, өзім білемге салған өзімшіл. Міне осы критерийге сай ешкімге ұқсамайтын бикештер жастардың ұстанымын, тәрбиесін бұзып жатыр. Онысын мен ешкімге үлгі емеспін деп жауып жасырып мойындамауға тырысады. Адам өз үйінде не істесе де өз шаруасы. Алайда олсын қоғам алдына шыққан соң, бұл менің ғана ісімдеу нағыз өтірікшінің сөзі. Ел алдында жасалған әрекет автоматты түрде өзгелерге яки жақсы үлгі, яки жаман үлгі болып таңылатыны заңдылық. Сенің неліктен өзгеріп жүргенді менен түсіндім. Сен әлгі инстаграмда кешке дейін отырып, әлгі жұлдыздарының өмір баянын оқисың, содан соң олардың өмірлік ұстанымдарын жаттайсың. Жоқ, қараш, түсінбеймін. Мақпал, қараш, еркек пен әйел тең емес пе? Неге еркектер қыздарды таңдау керек, ал қыздар оларды күтіп отыру керек? Бұл дұрыс емес қой? Сонда бір сәтте бірнеше жігітпен жүруді дұрыс деп санайсың ба сен? Әрине, мен солай ойлаймын. Мен кіммен қалай жүретінімді өзім білем. Алуа, мына әдетіңді қоймасаң, бұның түбі жақсы болмайды. Сабырлылық алғашқы сәтте көрініс табуы керек. Егер адам қандайда бір ыңғайсыз жайтты естіген соң дереу шешім қабылдауға асықса, көп жағдайда ол шешім қате болуы мүмкін. Біздің кейіпкер қыздан жоқ деген жауап естіді. Сөйтті де енді әлгі миға сыйымсыз әрекетін іске асырмақ ниетте тұр. Ойлап қараңызшы, ол осы әрекетімен кімге нені дәлелдемек? Ал өз-өзіне қол салды. Содан кейін не болды? Ағайын туыс ары кетсе жарты жыл жылады. Бітті, тірі адам тіршілігін істейді. Ана қыз да бұның өлімін бағалап жатқан жоқ. Ол да екі қыр асқан соң бұл бейбақты жадынан өшіріп жүре береді. Біздің кейіпкерге әсте бұлай істеуге болмайды. Ей, қатын жолда бала белде, жүр одан да мен сені не бір қыздармен таныстырам. Бір емес, бірнешеуін басына айландырып аламыз. Жоқ, маған алуа ғана керек, басқа қыздың қажеті жоқ. Өй, саған не болған? Өй, қыз деген гүл, гүл деген шөп, шөп деген көп емес пе? Кей дос өзі жардың шетінде құлағалы тұрған жанды бері сүйреймін деп жардың шетін опырып жатады. Сөйтіп өзі де досы да бірге кетеді. Мұндай жанға ақыл бергенде абай болу керек. Сергітемін деп есіртіп, жұбатамын деп жамандыққа итеріп жіберуі мүмкін. Барынша ақылмен, түрлі мысалдармен, сабырға шақыра отырып сөйлескен жөн. Айдар, өзің ойлашы, жазылмайтын дертке ұшырағандар да өмір үшін күресіп жатыр. Қаншама адам ауруханада төсекке таңылып, таза ауа жұтуының өзі бір мұңға айналды. Небір адам миллиондаған қарызға батып, соңғы ақшаларын алаяқтарға жегізіп опық жеп отыр. Ал сенікі проблема болып па? Айналада одан басқа қыз жоқ дейсің бе? Өзің айтыпсың, сенімен қатар тағы бір жігітпен көңіл жарастырып жүрді деп. Демек ол саған лайық емес, түсінсейші? Маған бәрібір оны жақсы көрем. Қайдан білесің? Ертең саған тұрмысқа шыққаннан кейін сенің көзіңе шөп салмасына кім кепіл? Небір жағдайларды көріп жатырмыз ғой. Күйеуін алдағанын ақтап алып, бұл менің өмірім, ешкімнің шаруасы болмасын деп жатқандарды естіп жатырмыз. Бәрібір емес. Өй, сенде намыс бар ма? Жігіт емессің бе? Немене бір қыз сонша егіліп? Ана анаңды ойла. Туған іні қарындастарына қандай үлгі болайын деп жүрсің? Сосын кімнің кімге лайық, жарасымды тату боларын сен қайдан білесің? Бәлкім бұда бір қайыр бар шығар. Көресің әлі, сен өзіңді жақсы көретін, сен жақсы көретін керемет бір жан жолықтырасың.
мына әлемде махаббатта жолы болмағандардың бәрі өле берсе не болмақ? Әлде сен ғана бұл жайтқа жолыққан деп ойлайсың ба? Болды, бауырым, жинал. Жігітше шеш мәселені. Өмір деген адамға берілген үлкен мүмкіндік. Сен өмір сүру жолын қалай таңдасаң, сенің әрі қарай өмірің сондай болмақ. Жақсылармен жүріп, жақсы сөз сөйлеп, жақсы істерге бейім болсаң, түбі жақсы адамды жолықтырып, еліңе пайдалы іс істеп еңбегің еленіп жатыр. Жақсы ғой? Жақсы. Адам өмірден ешқашан үміт үзбеу керек. Себебі өмірде жақсылық пен жамандық қатар жүреді. Жоқ. Дұрысы екі жақсылық, сосын сәл ғана сәтсіздік жүреді. Қандай болсын мәселеге осылай қарау керек деп ойлаймын. Махаббат бар, арты түсіністікке, өзара мейірім, құрметке ұласатын кәдуілгі саф, адал, тап-таза махаббат бар. Бірақ біздің қазір көріп жүрген, бізге таңылып жүрген үлгілер махаббаттардың пошымы ғана. Көбіне сырт келбеті пародиясы жастарға тым қатты жарнамаланып жатыр. Адам өзіне лайық жарды қалай табады? Бұл туралы кейінірек әңгімелей жатармыз. Ал махаббаттағы сәтсіздікке бола өмірден баз кешу тым үстірт әр айыптауға тұрарлық жаман әрекет. Ал қыздардың бойындағы ақталуы. Қорғалуы керек ұят ұлттың болашағы. Осыны қаперден шығармасақ етті. Мақпал, Айдар маған тұрмысқа шығуға сөз білдірді. Саған. Керемет қой, ал сен не дедің? Білмеймін, я деп те, жоқ деп те айтпадым. Айдар ақылды жігіт. Қыздың үндемегені келіскен деп білген шығар.